الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ذكرنا بما نسينا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін Аллахтың қалауымен сіздермен дәрісімізді жалғастырамыз. Кітабымыз Риядус Салихин. Имам Науави рахимауллахтың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін жинаған кітап. Біздің тақырыбымыз бәбу тәубе, тәубе тақырыбындағы дәрістер еді. Хадистер тәубе тақырыбындағы. Біз бұл тақырыптың бас жағында тәубенің шарттары, мәселелерді айтқан болатынбыз. Енді бүгін бір хадиске келіп тоқталамыз, иншалла. Бұл өте бір керемет хадис. Бұл хадистен ғалымдарымыз 50-ге жуық үкім шығарған. Бір хадистен 50-ге жуық үкім шыққан дейді. Сол хадисті оқитын боламыз. Бұл хадис арабша мәтіні бойынша бір неше беттен тұрады, мына жерде 8 бет екен. Сіздерге бір маңызды деген жерлерін оқып берейін. Сосын қалғанын былай түсіндіріп берейін. Ан Абдиллах ибн Кааб ибн Малик радиаллаху анхума. وكان قائد كعب رضي الله عنه من بينه حين عمي. عبد الله Кааб ибн Маликтің баласы. Әкесі Кааб ибн Малик қарттық келіп, көзі соқыр болып қалған кезде, оны жетектеп жүретін болған баласы Абдуллах. Баласы айтады: Самиату Кааб ибн Маликин радиаллаху анху юхаддису бихадиси хина тахаллафа ан Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи газвати Табук. Мен әкем Кааб ибн Маликтен Табук соғысына бара алмай қалған кездегі оқиғасын маған айтқанын естідім дейді. Кааб ибн Малик Табук соғысына қатыса алмай қалған. Соны баласы айтып отыр, мен әкемнің осылай деп айтқанын естідім. Қала Кааб, әкем Кааб ибн Малик осы оқиғаны түсіндірерде маған былай деп айтты дейді. Лама тахаллаф ан Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи ғазватин ғазаха қатту илля фи ғазвати Табук. Абдуллах айтады, әкем Кааб ибн Малик маған айтты: мен Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламмен бірге барлық соғысына қатыстым, ешбір соғысты жіберген жоқпын, тек Табук соғысынан басқа дейді. Алайда ғайра анни қад тахаллафту фи ғазвати Бадр. Бірақ мен Бәдір соғысына да қатыспаған едім дейді. Кааб ибн Малик айтады: мен Расуллахпен бірге соғыстарға қатыстым, Табукқа қатыса алмай қалдым. Бірақ мен Бәдірге де қатысқан жоқ едім. Уалам юатаб ахадун тахаллафа анху. Бірақ та Бәдірге қатыспаған сахабалар, олар айыпталмаған еді дейді. Оларға ешқандай сөгіс, айыптау сөздері айтылмаған еді. Иннама хаража Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям вал муслимуна юридуна гайра Курайш, айра Курайш, хатта жама Аллаху та'ала байнахум ва байна адуихим аля гайри ми'адин. Өйткені Бәдір соғысының шығылу мақсаты не еді? Керуен үшін шыққан еді. Нақты соғыс мақсат етіліп шығылған жоқ. Мақсат не болды? Керуен. Сол үшін Кааб ибн Малик айтып жатыр: Бәдір соғысына бара алмай қалғандар, олар нақты соғысқа бара жатқандарын білмегендігі үшін бармағандар, басқа соғысқа қатыспағандар секілді айыпталмаған дейді. Өйткені керуен мақсатымен шығып кеткен дейді. Аллах тағала Расулуллах және мұсылман әскерін дұшпан әскерімен ойламаған жерде кезіктіріп қойды дейді. Аяқ астынан жүйесіз, плансыз, адамдардың жүйесінен тыс орын алып кеткен оқиға еді дейді Бәдір деген. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ.
حين توافقنا على الإسلام. Каб ибн Малик айтады, мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламмен бірге Ақаба сертінде пайғамбарымызға оны қамқорлығымызға алу, оған серт беру барысында Ақаба сертінде мен болған едім дейді пайғамбарымызбен бірге. وما أحب أن لي بما مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. Адамдардың арасында Бәдір соғысы, Бәдірге қатысқандар қаншалықты танымал болса да, менің ойымда ол Бәдірге бармай қалу, немесе Бәдір ол Ақабадағы мәселеден жоғары емес еді дейді. Ақаба сертінен мен үшін Бәдір басым емес еді. Ол қаншалықты Ақабадан қарағанда Бәдір адамдардың арасында танымал болса да. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан осы Табук соғысына қатыса алмай қалған кезімде мен басқа соғыстардың алдындағыдай менің дүниемнің көптігі, жағдайымның жақсылығы болған емес дейді. Яғни басқа соғыстардан қарағанда дәл осы Табук соғысының алдында менің дүние жағынан да, барлық жағынан да менде молшылық болды дейді. Күш жағынан да, дүние жағынан да, барлығында менде мүмкіндік болды. Уаллахи, Аллахтың атымен ант етейін, ма жамаату қаблаха рахилатайни қатту, хатта жамаатухма фи ғазвати Табук дейді. Аллахтың атымен ант етейін, мен осыған дейін Табук соғысы болғанға дейінгі соғыстардың алдында жағдайларда екі түйені, екі көлікті бірдей басын қоса алған адам емес едім дейді. Бірақ Аллах маған соны Табуктың алдында нәсіп еткен еді дейді. Менде сондай дайын тұрған екі түйе бар еді дейді. Мінуге жарамды түйе бар еді. Олам якун Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юриду ғазватан илля варра биғайриха хатта канат тилкал ғазва. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әдетінен бар еді. Пайғамбарымыз бір соғысқа шығардан алдын, пайғамбарымыз ол соғысқа баратын жаңағы жерін, уақытын, бағытын жасыратын дейді. Ол сирадан көрдік қой, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям несі бар? Сондай стратегиясы бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әдетте соғысқа, жорыққа шығар кезде ешкімге тіс жармайды. Өздеріңіз көп жерде білетіндеріңіздей пайғамбарымыз айтып жүреді сахабаларға. Жаңағы қолына хат берген кезде барғанша ашпа, пәлен деген жерге барғанда ашасың депті. Немесе ешкімнен айтпа, пәлен жерге барғанда кеңесесің деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не істейтін? Осылай сахабаларына өсиет айтады. Бұның бәрі не үшін еді? Тыңшылардан аман қалу үшін. Тыңшылар оны тыңдап қойып, сахабалардың ізін, бағытын, мақсатын түсініп қойып, діттеген жеріне жете алмай қалмас үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыңшылардың бар екенін білгендіктен осылай жасыратын. Бұл өте күшті тактика жалпы. Сол үшін біздерге қазіргі уақытта мұсылмандарға айтылады, бір жақсылық қылатын болсаң, айта берме депті. Жақсылық қылғың келсе айта берме. Жай жасай бер, и айтпай түсінетін болсын депті. Яғни сен сияқты адамдар ол нәрсені айтпай түсіну керек. Сенің түріңе қарап, көзіңе қарап, қолыңа, аяғыңның қимылына, басыңның қимылына қарап ол түсіну керек депті. Олар солай сезіну керек. Өйткені олай сезіну үшін ол бауырлар мұсылман бірдене секілді дегендей, сондай қылып сен онымен бауыр болып араласуың керек. Онымен мақсатың, уайымың, дертің, бүткіл нәрсең ортақ болу керек. Сонда сен оған ештеме айтып әуре болмайсың. Ол жоқ жерде сенің ойыңдағы нәрсені құптайтын болады да. Ал дәл қазір сондай уақытта ғой. Айтсаң тосқауыл келеді, айтпай әрекет жасау керек болады. Діннің өркендеуі үшін. Фағазаха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи харрин шадидин. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы соғысты дейді. Табук соғысын өте қатты ыстық кезеңде соғысты. Вастақбала сафаран баидан ва мафазан. Алыс қашықтыққа шығу керек болды. Вастақбала ададан касиран. Сахабалардың санын көп қылып дайындады дейді. Фаджаллали муслимина амрахум лиятаахабу ухбата ғазвихим фа ахбарахум би ваджхихим аллази юрид. Бірақ пайғамбарымыз әдеттегіден тыс осы кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың санына дейін, ұзақ сапар шегетініне дейін
шөл болатындығын, қиындық болатын бәрін Расулаллах сахабаларына осы жолы айтты. Ерекше дайындық керек екендігін айтты сахабаларына. وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ. Пайғамбарымыз Табук соғысының осындай қиын болатындығын сахабаларына айтып жатса да, пайғамбарымызбен бірге бұл соғысқа шығатындардың саны көп болды дейді. Көп болды. Оларды бір қағазға тіркеп жазу мүмкін емес еді дейді олардың. Тіркеп жазу қиын еді дейді. فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ. Бір адамға ой келсе дейді, осы Табукқа дайындалып жатқанда, мұсылмандар Табук жорығына, соғысына шығуға дайындалып жатқанда, мұсылмандарға бұлай ой келсе дейді, осы соғысқа бармай қалып қойсам, Алла менің осы қалуымды әшкере қылмайынша мен жасырын жүре алам, бірақ Аллах менің жағдайымды әшкере қылып қояды деген оймен жүр дейді бәрі. Қала алмаймын деп та, былайша айтқанда. Бұл Табуктан қала алмаймын. Қалсам жасырын алам қашанға дейін? Аллах менің қалғанымды әшкерелемейінше. Бұны бәрібір маған Аллах әшкерелеп береді деп оймен жүр дейді бәрі. Шанс жоқ қалып кетуге, тығылып қалуға болмайды да. Тығылып қала алмайды. Аллах білдіртеді бәрібір деп та. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة غزوة حين طابت الثمار والظلال дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы Табукқа шығатын уақыты дейді. Жемістер пісіп, жаңағы нағыз жемістің тәтті кезеңіне келіп, толыққанды пісіп, көлеңкелер түсіп, жеміс ағаштарының көлеңкеден шықсан күн қатты ыстық, сондай жағдай болып тұрған кез еді дейді. Ал мен сондай көлеңкелерде жемістерді жеп отырғанды көңілім жақтыратын еді дейді. Көңіліме сол менің ұнайтын еді дейді. Демалыста. Біздікінде ғой. Тәннің демалысы кімге ұнамайды? Сол ұнайтын еді маған дейді. فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ. Расулалла және сахабалар күнде таңертең сол Табук жорығына шыққанға дейін күнде дайындықтарын жасайды дейді. Бәрі дайындықтарын жасайды. Мен де өзімше таңертең шығам дейді дайындық жасауға дейді. Бірақ ары бері жүріп дым жасамай үйге қайтып келем дейді. Бірақ бәрі бірдемелерін жасап дайындап жатыр. Жоқтар біреуден сұрап жатыр. Әдетте білесіздер ғой, жаңағы сахабалардың соғысқа шығатын кезде өзінде киім жоқ, мысалы біреуден киім сұрайды, киім бере тұр, соғысқа барып келейін, келгесін берем деп та. Немесе қару жоқ өзінде, қару сұрап алады, соғысқа барып келейін, берем деп деген сияқты қылып. Мына сахабада Аллах, мына хадистен бар ғой, бір өзімізді тек мына жерден пайғамбарымызды бүйтіп бір шетке қойып, мына жақтан осы сахабаны бір жаққа қойып, сөйтіп өзімізді солардың орнына қойып отырсақ бар, үлкен мынау бір сабақ береді бізге. Тәубе мәселесінде үлкен сабақ береді қазір. Ғалымдар 50-ге жуық үкім шығару деген оңай емес қой мына хадистен. Бір хадистен 50-ге жуық үкім шығарған дейді. Сол үшін мұқият қарап отырыңыздар, не әңгімелер кетіп жатыр, не істеп жатыр. Сөйтіп арасына өзіңізді тауып атсаңыз, сол жерге қойып қойыңыз. Демек менің шешімім мынау екен ғой деп. Таңертең шығам, бәрі дайындалып жатады, мен ештеме дайындамай қайтып келем дейді. Өз ішімнен айтып қоям дейді, бірақ мен бұған қаласам дайынмын деп та. Менде бәрі дайын деп. Біздегілер сияқты ғой, біздегілер. Мен бұны қаласам неге жасап тастаймын деп та, бізде сөйтіп айтады. Негізі мен жасай аламын бұны, шамам жетеді, бірақ жасамайды да. Негіз бұны мен мүмкіндігім бар бұған дейді, бірақ істемейді. Осылай дайындық жалғаса берді. Мұсылмандар, сахабалар дайындықтары күннен күнге серьезный болып бастады дейді. Оған кәдімгідей мән беріп, бұл бір маңызды нәрсеге айналып бастады оларда. فأصبح رسول الله غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні таң атырады, дайын, сахабалар да таң атады. Сол кезде тұрып не істейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам
сапарға шығып кетеді, Табук жорығына шығып кетеді. Ал менде түк дайын емес дейді. Жаңа айтып жүрген адам ғой әйтпесе. Ой, менде дайындайын дейтін болсам, менде бәрі тұр деп та, кетем десем кете салам мен деп тұрған адам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар бәрі дайындалып қойған, бір күні таңертең тұрды, жорыққа шығып кетті. Ал менде ештеме дайын жоқ. Сумма ғадауту фаражату ва лам aqdi шай'ан. Менде ешқандай дайындық жоқ, шықтым, қайттан кірдім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жорыққа шығып кетті. Фахамамту ан артахила фа удрикахум. Мен тездетіп пайғамбарымыздың сахабаларымен бірге Табукқа қарай шығып кеткенін көрдім, білдім, естідім. Енді мен де артынан қуып жетіп алайын деп ойладым дейді. Тез дайындалып та. Сөйтіп, фая лайтани фаалту. Бірақ оны жасай алмадым дейді. Сумма лам юқаддар залика ли. Мен бұған шамам жетпеді. Фатафиқту иза хараджту фин наси ба'ду хуруджи расулаллаху яхзунни анни ла ара ли усватун. Сөйтіп, қазір дайындалып Расулаллахтың ізіне жетіп алам ғой деп жасайын дедім, бірақ күшім жетпеді. Сөйтіп, енді мені жерге тығып, намыстан өртеп жүрген ол мына нәрсе болды дейді. Соғысқа кетті дейді бәрі Табукқа. Мәдинада қалғандар сөйтсем, ражулан мағмусан алейхи фин нифақ. Мұнафықтығы анықталған адамдар қалған дейді Мәдинада. Анық мұнафық екендігі белгілі болғандар Мәдинада жүр дейді. Және әу ражулан мимман азараллаху та'ала минад дуафа. Алла тарапынан үзірі бар болған әлсіздер қалды дейді. Қарттар, әйелдер, балалар қалды дейді. А мына кісі тепсе темір үзетін жігіт қалып қойған ғой сол жерде. Мені осы нәрсе жеп баратыр дейді. Күштілердің бәрі соғысқа кетіп қалған ғой. Соғысқа кеткен, Табукқа кеткен пайғамбарымызбен. Айналада кім? Бәрі әлсіздер. Солардың арасында жап-жас жігіт болып жүрді мынау. Уалам язкурни Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хатта балага Табук. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Табук жеріне барғанға дейін менің атымды атамапты дейді. Мен еске алмапты дейді. Фақала ражулун, сол кезде фақала ва хуа жалисун фил қауми би Табук. Табук жеріне барады. Сөйтіп, сол жерге орналасқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай деп сұрапты дейді. Ма фаала Кааб ибн Малик деп. Кааб ибн Малик не істеді депті. Сол кезде барып сұраған ғой. Сонда фақала ражулун мин бани Салима. Бану Салима деген топтың әулеттің бір адамы тұрып, былай деп айтты дейді. Я Расулаллах, я Алланың елшісі, хабасаху бурдаху ва назара фи айтфайхи. Оны ана дүниесіне қарап, қызығып, тамсанып отыруы, жақсы киімдері оны артта алып қалды депті. Бізбен бірге қатысқан жоқ ол. Осы дүниесінің себебінен қалып қойды ол. Сонда қараңыз, фақала лаху Муаз ибн Джабал радиаллаху анху. Муаз ибн Джабал ана адамға былай деп айтты дейді жаңағы. Бану Саламалық адамға пайғамбарымыздың алдында әңгіме болып отыр мынау. Табук жерінде соғысқа шыққан адамдар қаншама жерді бастан өткізіп келіп тұр мыналар. Сөйтіп Муаз ибн Джабал айтады дейді. Бисама қулта. Неге ол туралы жаман нәрсе айтасың? Сен айтқан сөзің қандай жаман дейді. Валлахи я Расулаллах, я Алланың елшісі, Аллахтың атымен ант етейін. Ма алимна алейхи илля хайран. Біз Кааб ибн Маликтен тек жақсылық қана білгенбіз дейді. Мұсылман жайында қандай ойда болу керек. Көрдік пе? Соғыстан қалып тұрған адам айтпесе мына кісі да. Бірақ Муаз ибн Джабал ол жай сахабалар емес қой. Бұлар арнайы дінде өзінің бөлек орны бар. Расулаллахтың бір жерге қызметпен жұмсай алатын адамдары бұлар. Сенім тапсырып бере алатын сахабалар. Соның кісінің айтқанын көрдіңіз ғой, Хусну зон деген осы міне. Мұсылманға жақсы ойда болу міндетті. Егер бір мұсылман бауырына жақсы ойда болмаса, ол білсін, ол өзінің діндес бауырының аманатына, ар намысына қол сұққандығын білу керек. Сондықтан өзіңді қалай деп сезінсең, бауырларыңды да солай сезіну керек болады. Фасаката Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұдан кейін үндемей қалды дейді. Муаз ибн Джабал мен туралы сөйтіп айтқаннан кейін үндемей қалған екен. Фабайнаху аля залик ра'a ражулан
мубидан язулу бихи сараб. Сөйтіп отырған кезде алыстан бір келе жатқан бір адамның несі қарасы көрінген ғой. Бір адамның қарасы көрінген. Алыста бір адам келе жатқанын көреді, бірақ кім екені белгісіз болады ғой кейде. Соны көрген ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Табукта отыр сахабалармен бірге. Табукта мұсылмандар неше адам болды? Неше әскермен шықтық? Санымыз неше еді? Дедік қой енді. Бізде не деп айтады? Ислам тарихында 30 мың дейді. 30 мың. Табукқа не үшін шықтық? Ой, бұл жаңа сол айтымды ұмытып кеттім ғой. Кішкене не болсын да, байланыс болсын. Табук соғысы Расулалла саллаллаху алейхи вассаламның соңғы соғыстары ғой. Соңғы соғыс. Бұның себебі ана Византияның Гераклы бар ғой. Геракл. Сол жақтан хабар келеді. Ол өздері хабар жібермейді. Пайғамбарымызға хабар алып келеді. Византияның императоры Геракл сол сізге қарай не жинап жатыр екен? Келіп шабуылдап, жаңағы сізді басып алмақшы депті. Бір себебі осындай. Сөйтіп, бұл сондай 40 мың әскермен келе жатыр екен. 40 мың қол. Византия, Геракл. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды жинайды. Жаңағыдай әңгіме болады, ұзақ сапар болады, ыстық жолдар болады, шөл болады, тамақтан таршылық болады депті. Сахабаларды көрдіңіз ба? Қанша адам шықты дейді? 30 мың адам шықты дейді. 30 мың. Ол ма? Жоқшылықтан, кедейшіліктен Табук соғысына бара алмай қалған үшін Расулаллахтың алдына жылап келген сахабалар бар. 7 адам бар. 7 адамның аты аталады. Табук соғысына кедейлігі үшін қосыла алмағандығы үшін көздері ағарып жылап келген пайғамбарымызға. Кедейлік дегенде соншалықты кедейлік болып тұр ғой оларда. Ана біреуден барып бірдеме ала алмаған болып тұр ғой. Киіп шығатын, соғысқа киіп шығатын киім жоқ. Киім жоқ байғұстарда. Ана шапанмен шығып кеткен деп айттық қой өткенде. Шапандармен, жамау шапандармен соғысқа шығып кеткен деп. Ұстап баратын қару жоқ, көлік жоқ, дымы жоқ оларда, дымы жоқ. Сұмдық адамдар, Сөйтіп 30 мың адам шығады. Ан жақта Византия деген императорлық тұр. Ой, кімсің, қару жарағы сақадай сай. Атты әскер десең, атты әскері бар. Кез келгені бар оларда. Біздің сахабаларға сол кезде орталарына кім кіреді? Мұнафиқтар кіреді. Мұнафиқтар. Келіп, біздің сахабалар дайындалып отыр ғой, жаңа айтып отыр ғой, Каб ибн Малик айтып отыр ғой. Таңертең шығады, пайғамбарымыз бар, сахабалар бәрі дайындық жасайды. Сонда осы Мәдинада соғысқа дайындалып жатқан сахабалардың арасына мұнафиқтар кіреді екен деп айтады екен. Сендер өздеріңді өлімге алып барасыңдар депті. Ол неге десе, сендер осыншама шөлде жүресіңдер. Сендердің қару жарақтарың олардікіне сәйкес келмейді. Олардікіне сәйкес келмейді. Қай жағынан алып қарасаңдар да, сендерде бір плюс жоқ деген ғой. Мұнафықтар келіп, мұсылмандардың жүректеріне не бастайды? Үрей салады, үрей. Сендерде мүмкіндік жоқ. Қазіргі уақыттағы бүткіл мұсылманның жүрегіне кірген қорқыныш. Ол қорқыныш осы дүниеге деген махаббат. Сондықтан осы дүниеге деген махаббат болғаннан кейін бәріміздің жүрегімізде айналаға қорқыныш басталады бізде. Үрей, көлеңкемізден үркіп, бір-бірімізден қорқып, бізге дұшпан қажет жоқ. Бүгін ғана жаңа бір хадис оқыдық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңа неден? Шифадан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: мен Аллах тағаладан сұрадым дейді. Менің үмметіме дұшпандарын үстемдік қылдыртпа деп. Менің үмметіме үстемдік қылатын болса, тек өз арасындағылар ғана үстемдік қылады деп. Сонда мұсылмандарды құртатын өзінің ішінен шыққан дұшпандары ғана құрталады. Сырттан келген Расулаллахтың үмметіне бұл осындай бір тән нәрсе. Расулаллахтың үмметін сырттан келген жау құртып жібере алмайды. Расулаллахтың үмметін іштен шыққан жау құртады. Бұл пайғамбарымыздың өзіне, үмметіне тән болған
нәрсесі. Түсінікті ме? Оған бұны түсіну қиын болса, жай ғана қазіргі уақытта қоғамдағы мұсылмандардың хал ахуалын қараңыз. Біз кіммен күресіп жатырмыз? Біз бағытымыз қайда? Біз кімге дін айтып жатырмыз? Біз мұсылмандардың арасында өзімізбен өзіміз алысып жатырмыз. Байқайсыздар ма? Өз ортамызда, өз арамызда талас жүреді. Мұсылманға Алланы түсіндіріп жатсың сен. Мұсылманға Аллахты түсіндіріп жатсың. Негізі Алла ол дінсізге таухид алып бару керек еді. Ал мұсылманға біз үкім айтуымыз керек еді негізі. Түсінікті ме? Біз оған әрекет жаса, амал қыл деп айтуымыз керек еді. Біз мұсылманға Аллахты айтып, Расулаллахты айтып жатырмыз. Сөйтіп, міне жүрген жайымыз бар. Сонымен жаңа Табукта 40-қа 30 ғой. 30 мыңға 40 мың. Енді қызығы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтатын бар ғой, нусирту бир-руъби дейді. Фуддилту алал анбияи би-ситтин деген хадисінде Пайғамбар айтады, мен басқа пайғамбарларға қарағанда маған Аллах 6 нәрсемен ерекшелік берді дейді. Соның бірі нусирту бир-руъби. Маған Аллах, маған дейді пайғамбарымыз айтады. Дұшпанымызға 1 айлық жолдан жүрегіне қорқыныш салумен жәрдем берілдім дейді. Өкті ме? Расулаллахқа осындай. Басқа пайғамбарларда жоқ бұл. Пайғамбарымызға ғана тиесілі. Пайғамбарымыздың нағыз ізіне ерген пайғамбарымыздың әскеріне ғана тиесілі. Өкті ме? Дұшпанға Аллах 1 айлық қашықтықтан жүретін жолдан дұшпанның жүрегіне қорқу салып қояды. Сені көрген жоқ ол. Тек мұсылмандар келе жатыр дегеннен қорқыныш салады. Әне. Сөйтіп, жаңа енді қараңыз, 30 мың әскермен шықты. Ана жақта мұнафықтар не істеді? Ананы айтты, мынаны айтты. Аллах сол кезде қуаттау үшін мұсылмандарға аят түсіреді. Иншалла қазір айтып берем. Сонымен не керек, бәрі шықпай ма? Табук деген сол бара жатқан жердегі, сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен орналасқан жердегі құдықтың аты Табук деген. Пайғамбарымыз айтады, ана пәлендегі жерге барасыңдар, сол жерде Табук деген құдық бар. Сол құдықтың суына мен барып ішпейінше ешбірің құдықтың суынан дәм татпаңдар дейді. Сол себептен кейбір ғалымдар айтады, осы Табук жорығының соғысының Табук деп аталуының себебі сол құдықтың атынан дейді. Сонымен жаңағы Табук соғысына келмей ме жаңа сахабалар бәрі Табуктың алдына 30 мың әскермен келе жатыр дегеннен келді деген естіген жаңағы Геракл бізге баяғы күшті көрсетілген Гераклдар Византияның. Қайдан білейік оның мынандай болғандарын олардың? Олар 40 мың әскермен шығуға дұқтар жетпеген ғой жаққа. Түсінікті ме? 40 мың әскер. Сол үшін сахабалар немен қайтады? Соғыспайды бұл жолы. Соғыспайды. Аллах тағала оларға дұшпандардың жүрегіне қорқу салады. Сөйтіп олар мұсылмандарға бетпе-бет шығуға дәттері бармайды. Соғыспайды. Күшті ме? Біздің түсінікте ол бір не сияқты, бір мүмкін емес. Қазіргі біздің жаңағы дүниеге деген махаббатымызбен ойлайтын болсақ, бұл нәрселер біз үшін түсінігі ауыр заттар. Бірақ біздер Аллахқа иман еткендігімізді екінші орынға қалдырып қоямыз да көбінесе. Аллах бар бұл жерде, Алла бар. Көрдіңіз бе? Алла бар. Сонда ғалымдар айтады ғой, Табук соғысында сонда соғыспаса, қараңыз, біздің Табук соғысынан қайта-қайта оқи беріңіздерші үйге барып та. Осы қазақша кітаптардан Табук соғысын тыңдай беріңіз. Табук соғысынан үйренеріміз не еді сонда десе, сенің қай жақта болуың дейді. Түсінікті ме? Сенің қай жақта болуың. Аллах тағала кімнің қай жақта екенін көрсетті дейді. Қазіргідей бізге сияқты. Мақсатымыз не? Біздің қай жерде болуымыз. Мәселесі сонда болып тұр ғой. Яғни Кааб ибн Малик деген бар ғой, сахаба. Айтып отырық қой, сол кісінің оқиғасын айтып отырмын ғой қазір. Бұл кісі пайғамбарымыздан Ақаба сертіне барған кезде пайғамбарымызға ұсыныс жасаған ана кім сияқты? Асад ибн Зурара секілді сахабаның бірі мынау, атақты сол 3. Мәдинадан келіп пайғамбарымызға Ақаба сертінде пайғамбарымызға серт беріп, Расулаллахты жүріңіз бізге Мәдинаға. Біз сізді қорғаймыз. Бүткіл нәрсемізбен, малымыз, жанымыз сіздің жолыңызда құрбан болады. Сіздің өмірімізбен сіздің жаныңызды қорғаймыз деп пайғамбарымызды
өздерінің Мәдинасына алып келуге ұсыныс жасаған 3 адамның біреуі осы кісі. Үшеудің біреуі осы. Кім ол? Кааб ибн Малик. Ойбой, жағдай. Сонымен неге келіп едік біз? Алыстан бір адам көрінеді ғой. Алыстан бір пайғамбарымыз салсам, келе жатқан адамға түрі көрінбейді әлі. Қарасы көрініп тұр адамның. Пайғамбарымыз айтты: "Күн Аба Хайсама" дейді. Абу Хайсама болса екен дейді. Келе жатқан адам Абу Хайсама болса екен дейді. Көрдіңіз бе, пайғамбарымыз сахабаларын қалай уайымдайды да? Енді білген болып тұр ғой, 30 000 әскердің ішінде Абу Хайсама жоқ. Бірақ пайғамбар салсам үміт етеді, келе жатқан Абу Хайсама болса екен деп. Біз бұны сирадан, бұл кісінің ауылдан қалай шыққанын оқығанбыз, Абу Хайсаманың. Кааб ибн Маликтің бөлегі оқыдық. Сира сабағында Абу Хайсаманың келе жатқан жағдайын қалай болғанын көрген болатынбыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Аллах тарапынан білдірілді бұл кісінің еңбегі қалай жеткенін. Сол үшін сауап алды бұл. Сөйтіп фаиза хуа Абу Хайсама ал-Ансари дейді. Сөйтсе бұл ансарлық сахаба пайғамбарымыздың үміт еткен Абу Хайсамасы екен дейді. Ол кім ол десе, хуаллази тасаддақа би са'i тамри хина ламазахул мунафиқун. Ол сондай сахаба еді дейді. Ол соғысқа адамдардың бәрі мүмкіндігінше соғысқа дайындық жасап, әркім қолынан келген үлесін қосып жатқан кезде өзінің 2 уыс құрмасын соғысқа менің атағаным деп берген кезде, мұнафықтар бұның осы жәрдеміне күлген сахаба еді дейді. Мынау жәрдем бола ма деген ғой. Бірақ Абу Хайсама барым осы деп, пайғамбарымыз соғыстан алдын шығатын кезде дайындық жасамай ма? Сол дайындыққа барын алып келген адам осы ғой. Ол кезде Абу Бәкір мен Омарлар жарысатын оқиғасы бар ғой, білесіздер ме? Сол осы кезде болған, Табуктың алдында болған сол. Абу Бәкір келіп айтады, соғысқа дайындық ретінде бүткіл дүнием болсын дейді, осыған арнадым дейді. Дүниесінің барлығын арнайды. Екеуі жарысқанда. Омар келіп дүниесінің жартысын береді. Абу Бәкір радиаллаху анху дүниесінің барлығын береді. Осман не істеді десеңіз, ойбай, ол кісі деген 950 түйе берген ғой. 950 түйе берген. Қаншама жылқысы бар. Күшті. Солар ғой. Сіздің айтып жүрген сахабалар солар. Сөйтіп бұлар осындай әрекет қылған, дін үшін осындай еңбек қылған, осындай амалдар бар. Радиаллаху анху мәжмаин. Сөйтсе жаңа келген Абу Хайсама екен, пайғамбарымыздың. Сен сол болса екен деген үміт еткен сахабасы сол болып шығады. Сосын қала Кааб ибн Малик арғай сөзін жалғастырады. فلما بلغني أن رسول الله قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي дейді. Енді қызық басталып жатыр еді. Пайғамбарымыз Табуктан ауылға қарай қайтып келе жатыр деген естіген кезде мен кірерге тесік таппадым. Қысылып кеттім дейді. Енді не болып жатыр енді сенің бір қателік жасап қоясың, уақыты жақындаған сайын адам кірерге тесік таппай, өзін қоярға жер таппай қалмай ма? Солай болып тұр ғой. Кааб ибн Малик соғысқа барған жоқ, пайғамбарымыз келе жатыр деді ғой. فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا. Ойлай бастадым дейді. Енді не болады? Пайғамбарымыздың кешірімін қалай аламын деген ой келіп бастайды. Ойыма өтіріктерді ұйымдастырып бастадым дейді. Қалай пайғамбарымыздың мейірімін алып қалсам екен, кешірімін қалай алып қалсам екен деп өтірік идеялар пайда болып бастады. Сөйтіп, وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي. Сосын осы өтірік идеяға көмектеседі-ау дейтін ағайын туғанастарымды аралап, осыған көмек сұрадым дейді бәріне. Маған пайғамбардың кешірімін алып қалу керек, соған өтірік бірдеме совет айтыңдар деп бәріне кеңес сұраған ғой. فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلِ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَمْ أَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا. Сосын пайғамбарымыздан хабар келді дейді. Пайғамбарымыз ауылға жақындап қалғанда бірінші елші жіберетін болған ғой. Келді Расулаллах депті. Пайғамбарымыздың елшісі Мәдинаға келген кезде мен түсіндім дейді. Болды, менде не айтсам да құтылу жоқ, мен енді құтылмайым бұдан депті. Бұл жасаған нәрсемнен енді маған жол жоқ деген ой келді дейді.
фажтамату сидқаху асбаха расулаллаху қадиман, бар шындығымды айтамын деп шештім. Пайғамбар саллаллаху келді дейді. Пайғамбарымыз сапардан келген кездегі әдеті бада абил масжиди, мешіттен бастайтын дейді. Бірінші келсе пайғамбар саллаллаху мешітке кіретін. Фарака фихи ракатайни, сөйтіп мешітке барып 2 ракағат намаз оқитын. Әдетте сапардан келгені. Сумма жаласа линнас, сосын адамдардың арасына барып отыратын дейді пайғамбар саллаллаху. Хал ахуалдарын сұрап та. Пайғамбарымыз әдеттегідей осылай келді Табуктан. Мешітке кіріп намазын оқыды, адамдардың арасына кіріп отырған кезде соғысқа бара алмай қалған адамдар пайғамбарымызға топ-тобымен бірінен кейін бірі келіп үзірлерін айтып, керек болса Алланың атымен ант ішіп, пайғамбарымыздың кешірімін алып жатыр дейді. Бұлардың саны бұлар 80-ге жуық адам еді дейді. 80-ге жуық адам. Соғысқа бара алмай қалған, Табукқа пайғамбарымыз шықпаған. Сөйтіп солардың бәрі пайғамбарымыздың алдына кіріп жатыр. Пайғамбар саллаллаху айтып жатыр, үзірлерін айтып жатыр, бәрі үзірін айтып жатыр. Біреулер тіпті жаңағы Алланың атымен ант ішіп айтып жатыр. Сөйтіп житу дейді, мен келдім дейді пайғамбарымыздың алдына. Кааб ибн Малик, мен келдім. Фаламма салламту табассама табассумал муғдаб. Пайғамбарымыздың алдына келдім де сәлем беріп едім. Пайғамбарымыз маған ашу келіп тұрған адамның жымиған күлкісімен қарады дейді маған. Ашу келіп тұрған адамның жымиғанымен қарады. Сөйтті де маған айтты, бер кел дейді. Жанына қарай шақырды дейді. Сосын жайлап алдына кірдім. Сосын маған айтты, мә халлафака, сені соғыстан тыйып қойған не нәрсе? Неге соғысқа шықпадың? Әлем такун қад ибтаъта захрак, мінетін көлігің болмады ма? Сатып жердің ба деп айтты дейді. Пайғамбарымыз, мінетін көлігің болмай қалды ма? Қала, өтті үлкен сынақтар болып жатыр. Күшті сынақтар болып жатыр. Кааб ибн Малик, мына үмметке берілген сабақта. Пайғамбар жаңа кімнің, Муаз ибн Жабалдың айтып отқан үзірін қараңыз. Пайғамбарымыздың ана намекті қараңыз, намекті да. Сен соғысқа неге бармай қалдың? Көлігің болмай сатып жердің ба деп тұр да. Енді я деп айтса да кетейін деп тұр ғой ана жерде. Ұсыныс пайғамбар жақтан түсіп тұр да. Сен соғысқа бармай қалдың ғой? Көлігің болмай қалдың ба? Деп. Мен айттым дейді, я Расулалла, я Аллахтың елшісі, мен қазір сізге бір өтірік бірдеме құрастырып үзір айтатын болсам, менің бұған күшім жететін білем дейді. Егер мен сізден басқа біреудің алдына барып, бір үзір айтып, өтірік құрастырып, құтылып кету керек болса, мен оған шамам жетеді дейді. Неге өйтіп айтып жатыр? Өйткені сенімді болып, Кааб ибн Малик пайғамбарымыздың атақты 3 ақынының біреуі ғой. Исламдағы атақты 3 ақынның біреуі осы кісі, Кааб ибн Малик. 3 ақынды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мүшриктерге 3 тараппен қолданатын. Біреуі ана жет ата деп айтайық, не дейік, тек жағын қатты білетін біреулер. Оны пайғамбарымыз сол тараппен оны ақындық өнерін қолданатын мүшриктерге қарсы. Әр 3 ақынның 3 түрлі бағыты болған. Кааб ибн Малик пайғамбарымыздың ақын сахабасының біреуі. Ал керек болса. Соны айтып отыр ғой, мен үзір айтып сіздің алдыңыздан құтылып кету керек болса, мен шамам жетеді дейді. Бірақ мен біліп тұрмын, сіздің алдыңызда қандай бір өтірік айтатын болсам, Аллах оны әшкерелейтінін білемін дейді. Сол үшін мен бұл жерде шындық айтудан басқа еш нәрсе көріп тұрған жоқ. Мен шындық айтамын. Дейді де айтады, я Аллахтың елшісі, менде ешқандай да валлахи ма кана ли мин узрин, валлахи ма кунту қатту ақва ва ла айсара дейді. Алланың елшісі, менде ешқандай үзір болған жоқ. Тіпті дәл осы Табук соғысына дайындық кезінде менде басқа уақытта болмаған дүние сол кезде болды дейді. Алла сөйтіп сынайды ғой, бәрін сол кезде береді де, соны Аллах тағала саған көрсетеді. Сосын қолыңа дүниені үйіп беріп қояды. Сосын жан-жақтан саған нелер ұсыныстар түсе бастайды. Жаңағы арамнан келеді, адалдан келеді. Мына жақта біреу қиналып жатыр, оны көресің, естисің. Сондай нәрселер болады. Сол кезде дүниемен қалай әрекет қылар екенсің. Бұл кісі соны біліп жатыр. Сахаба ғой енді қаншалықты. Кааб ибн Малик айтты, я Алланың елшісі, менде бүткіл болды, ешқандай өзірім жоқ дейді. Ешқандай өзірім жоқ. Дегенде пайғамбарымыз айтты, әмә хәзә фақат садақа. Мына адам дұрыс айтады дейді. Мына адам шынын айтып тұр деді пайғамбарымыз Кааб ибн Маликтің
рас сөз екендігін айтты да. Бұл адам рас сөзін айтып тұр. Фақум хатта яқдияллаху фик. Орнынан тұр, кет дейді. Алла сен жайында үкім бергенін күт дейді. Алла сен жайында үкім бергенін күт. Мынау үлкен оқиға. Өзіңізді бір елестетіп қараңыз енді. Үлкен оқиға. Егер сіз бұл нәрсені дұрыс үлкен оқиға ретінде қабылдай алмасаңыз, онда Аллахты тануыңызда бір кемшілік бар. Алланың елшісі, жаратылмаған, құдіреті күшті болған, ешқандай теңеуі жоқ, жаратылысқа ұқсамайтын, бейнесін білмейміз, ешбір мекенге мұқтаж болмаған құдіреті күшті Раббымыз соның жауабын күт дейді. Пайғамбарымыз айтып жатыр. Кімге? Кааб ибн Маликке айтып жатыр. Орнынан тұр, кет, соның жауабын күтесің дейді. Сөйтіп одан шығады. Енді жаңағы мына Кааб ибн Маликтің туыстары бар емес пе? Туыстары мынаны келеді де қоршап алады да айтады: ей Кааб, не істедің сен дейді. Сынақтың үстіне сынақ келіп жатыр, қараңыз. Сынақтың үстіне сынақ. Алла оны дүние беріп бір сынады. Алла оған өтірік айтуға мүмкіндік беріп тағы сынады. Енді тағы да келеді де, шыққан кезде туыстар айтады: ей Кааб, біз сенің осы күнге дейін бір жаман қылығыңды көрген емеспіз. Сен мұны бірінші рет жасап тұрған әрекетің шығар. Пайғамбарымызға бір өтірігіңді айтып, бір үзір бірдеме айта салмадың ба? Кешірім алып беретін еді ғой сен үшін. Деп келеді ғой, тағы бір сынақ түсіп тұр ғой. Күшті мүмкіндік қой, саған бір жел беріп жатыр деп ой келеді ғой. Мен бір бұған дейін бір бұндай нәрсеге түскен жоқ қой, бірінші рет қой, Құдай кешіретін шығар деп та. Сөйтіп ұсыныс келіп жатыр бұған. Сосын бұл кісі айтады: ой, не болады екен енді ол? Қалай болады? Мен бір жағынан ойланып тұрмын дейді, осылардың сөзін жасайтсам бекен қайттан кіріп. Сөйтіп сұрадым дейді: мен сияқты жағдайға түскен кім бар енді? Сен сияқты дәл сенікіндей сөз айтып, сенікіндей Расулаллахтан рұқсат, жаңағы күт, Алланың бұйрығын күт, Алланың үкімін күт деп қайтарып жүрген екі адам бар дейді. Дәл саған ұқсайды. Олар кімдер деген кезде, біріншісі Мурара ибн Раби' әл-Амри, екіншісі Хилал ибн Умайя. Осы екі сахаба. Бұл екеуі кім дейсіз ғой? Бұл екеуі бәдри. Екеуі бәдірге қатысқан. Екеуі бәдір. Біреу Мурара ибн Раби', екіншісі Хилал ибн Умайя. Екі сахаба. Дәл Кааб ибн Маликтің оқиғасы секілді қалып қойған. Дым үзірі жоқ, соғысқа бармай қалған. Жоқ, барған жоқ. Бұл екі кісі бәдірге қатысқан. Бәдірге қатысқан. Бұл не үшін айтып жатырмын? Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сөзі бар. Бәдірге қатысқан сахабаларға ары қарай зеленый, оларға жасыл. Олар не істесе де рұқсат. Түсінікті ме? Ештеме айта алмайды оларға. Аллах бәдірге қатысқан сахабаларына толықтай мүмкіндік беріп тастаған. Ойбой, енді мына кісі Кааб ибн Малик айтады. Осы екеуін естігеннен кейін, бұл екеуі әжептәуір ізіне еріп, жақсы амалдарын үйренетін сахабалар еді дейді. Осы екеуін айтқан кезде, туыстарымның ей, айта сал өтірік деп тұрған сөзінен тоқтадым дейді. Осылармен бірге болам деп қалдым дейді. Сөйтсек, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы үшеуін қалып қояды. Сөйтіп пайғамбарымыз ол ма тағы сынақ түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айтады, Мәдинадағы бүткіл адамға. Осы жаңа ататалған үш адам бар ғой, Кааб бар, Мурара бар, Хилал бар. Осы үшеуімен ешкім сөйлеспесін дейді. Ешкім сөйлеспесін. Бұлар бірдеме айтса жауап жоқ, бұларға да ештеме айтылмайды. Осылай 50 күн ешкім сөйлеспейді бұлармен. Кааб айтады, мен өзімнің Мәдинаның адамы, мен танымай қалдым дейді өз-өзімді. Бір бөтен жерде жүрген сияқты болып қалдым дейді. Кірерге тесік таппадым. Ең маған дүниенің тарылған кезі осы болды дейді. Өзімді жер бетінде бөтен сезіндім деп тұр ғой. Енді сынақтан сынақ келе жатыр, көрдіңіз бе? 50 күн бойы ойлашы, сен ешкім сөйлеспейді. Қызығы, біздер мына мешітке кіріп келген кезде біреу амандасып жауап бермей қойса, біртүрлі болып қаласың ғой. Мұсылман ретінде көріп тұрған адаммен бүйтіп өтіп кетсе, қатайып алдыңнан. Ыңғайсыз болып қаласың.
А бұлармен 50 күн бойы ешкім сөйлеспейді. Қараса қарамайды бұларға. Өйткені пайғамбарымыз айтып қойған, бұлармен ешкім сөйлеспесін деп. Аллах өмір берсе келесі дәрісті жалғастырайық та. Келесі дейін қысқартып аяқтап беремін. Алла нәсіп етсін. Машалла, мына бір кітап таныстырып берейін сіздерге. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының муфтият баспасынан шыққан, ана біз айтамыз ғой, бізде муфтияттың сайты бар, сол сайтта кітапхана деген бөлім бар, кітаптар деген. Ол жерде осындай қысқа кітаптар жазылып шығып сол жерге салынады. Сол кітаптардың ішінде осындай Қажының рухани келбеті деген кітап жазылған. Кітап болғанда бір кітап емес қой, мақала ретінде жазылған да. Бұл жерде не бар десеңіз, бұны не үшін айтып жатыр? Өйткені қажылықтың уақыты жақындап келе жатыр. Соған дайындық ретінде. Бұл жерде менің өзімнің көз жүгіртіп қарап шыққаным, қазақша ішінде бір дәлел дәйек жазылмайды, содан алынған қорытынды жазылады. Тек сізге бір мәлімет, ақпарат оқыған секілді бастан соңына дейін бір оқып шықсаңыз болады. Не бар дейсіз ғой? Қажыға баратын адамның алғашқы рухани дайындығы, сосын сол жерде жасалатын амалдардың қысқаша түрі ғой. Соны бір қарап, бір жаттап алсаңыздар, әрі қарай кейін баратын кезде қандай турфирмамен барасыздар, соған қарап дайындыққа бастасаңыз, кішкене жеңілірек болады деп жатқаным. Кітаптан алған бөлек, басқа да жаңа ұстаздан естіген бөлек пайдасы тиіп қалар. Аллах тауфиқ берсін баршамызға. Аллах тағала мұсылмандарға амандық берсін. Аллах мұсылмандарды дінсіздерге қор қылмасын. Алла барша мұсылманға амандық берсін. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Алхамдулиллахи раббил аламин.